Жатақхананың аядай тар бөлмесі жаман шалдың 7 жылғы мекені. Жалғыз қарияның бөлмедегі басты дүниесі темір кереует. Оның үстінде тозығы жетіп, ішіндегі мақтасы түйіршік кесектей. Бұрыш-бұрышына умаждалған ескі көрпе жатыр. Ал қасында ішіне бір кезде не салынғаны белгісіз тастан да қатты жастық. Көк боз шекпен сол көрпенің үстінде қосымша жамылғы боп жамылған. Қара күрте кереуеттің аяқ жақ басында. Кереуеттің астында шаңға батқан қарам шамадан. Оның да кілті жоқ. Қисыны қиыспай бір жақ ернеуі жабылар-жабылмас. Бұл шамадан жаман шалдың бүкіл ғұмырын ішіне сыйғызып тұр. Төлқұжат, ескі әскери, комсомол, коммунистік партия, кәсіпордақ партия билеттері дейсің бе, бәрі осында. Толып жатқан мүшелік жарна төлеген құлақ қағаздар, әртүрлі ордендер мен медальдар, кезінде темір жолда жол бұрушы жұмысында алған мақтау қағаздар, алғыс жазылған ашық хаттар, тағы да басқа коммуналдық төлемдердің 30-40 жылғы түбіртектері, 20 жыл бұрын марқұм болған кемпірінің екеуінің дастархан басында мамыражай қалыпта түскен суреті. 25 жасында нақақтан нақақ сотталып, кейін түрмеде қайтыс болған жалғыз ұлының мектеп жасындағы суреті. Түйіншекке ораулы басқа да құжаттар. Жаман шал осы шамадан да ақтарып бір күн отырады. Әр қағаздардың өзіне айтар сыры бар. Содан соңғы дүние беріректе сол жақтағы ескі ас үстелі. Онда 2-3 темір тәрелке, 3-4 қалайы қасық және түсі қап-қара темір шәугім. Ас дегеннен қатқан бір тоқаштың жартысы. Неше күннен бері желімдей жабысып, шырынына тіпті тарақан өңілмей кеткен банкідегі бүлдірген тосабы. Үстелдің екінші жағында ескі электр плитасы. Оның тоқтан ажыратылған қырық шамау резеңке жібі. Бүгін жаман шал кереуеттен басын көтерген жоқ. Мезгілдің қанша болғаны белгісіздің. Терезе жақтауы қалың қырау. Оны бүркемелеген шұлғаудай жасыл перде бөлме үшін одан сайын қараңғылап тастаған. Таңғы жөтелден әжептеуір жаны қысылыңқырап қалғанды. Әрен дегенде кеудесін қатты басқан қақырықтан шиқылдай сіңірі білеуленіп, шаршаған қария енді тыныштық тапқан кезі еді. Қазекемнің айтып кеткенінде мін болсайшы түге. Жиен ел болмас деген ғой. Неге? Оны да үлкен тұжырыммен шығарған әсілі. Әйтпесе, бұлай демес еді ғой. Жалғыз қырық қызы қатирадан туған балалардың нағашы атасы болып келетін осы жаман шалға біреуінің көңілі жақын болмады. Баяғы ұлы тірі болғанда қалай болар еді? Ұлдың аты ұл. Ұлдан туған немеренің де жөні бөлек пе деп қалады. Ал жиендері кішкентай кезінен бауырына қанша тартып жүрсе де қайырымсыз болып өсті. Мүмкін қызының да берген тәрбиесі оңып тұрмаған шығар. Анаға да оның тәрбиесіне де байланысты. Жаман шал бала кезінде тіпті өз атасы бұлай тұрып, бүкіл ауылдағы қариялардың айтқанын мақұлдап тыңдайтын. Өйткені анасы үнемі айтып отыратын. Үлкенді сыйлау керек, ұрсып тұрса үндемеген дұрыс, ақылын айтса тыңдаған жақсы. Осы тәрбиемен өсіп еді. Қазірлерге енді айтып көр осыны, өзіңді жынды қылады. Жаман шалдың темір жол қызметінде жүріп алған 2 бөлмелі пәтері бар болатын. Жиендерінің бірі банкіде несие алып, оны дұрыс өтей алмай, қарызын үстіне қарыз жамылып қалды. Енді олардың басты көздегендері жаман шалдың пәтері болды. Қызы қатера жылап, жалғыз өзіңізге 2 бөлмелі пәтер неге керек? Бізбен бірге бола тұрсайшы, ас суыңды өзім әзірлеймін, мына үйді сатайық әке деп қоймай қойған соң сатуға келісіп сатқызған.
Сөйтіп, қызымен бірге тұруға келіскен. Енді не болды десеңіз, арақтан аузы босамайтын, жұмыс істеп жарытпайтын әңгүдік күйеуі қызын күнде боқтап, көрер көзге қарияның отырған-тұрғанын ауырлады. Қызы араша түскісі келеді-ау, бірақ сыбағасын алады. Жаман шал өзі істеген теміржол ұжымына риза. Көз көргеннің аты көз көрген. Жаман шалдың тұрмысына жандары ашып, теміржолға қарасты жатақханадан бір бөлме алып берді. Сөйтіп, бар жиған 2-3 шамаданы, 3-4 қағаз жәшіктер бар дүниесімен жатақханаға көшіріскен. Содан бері міне осында. Кезінде 2 иығына 2 кісі мінгендей қапсағай денелі қарулы қария мүлде тың еді. Жасы ұлғайып зейнеткерлікке шыққанда да жұмыстан қолын үзбеді. Оған себепші болған тағы да қызметтері. Ақсақал, жалғыз өзіңе не бар, үйде отырып, давай, вокзал маңайын сыпырушы бол деген. Бұл келісті. Сөйтіп жүргенде бақ пен сор қонған кез туды. Түнгі кезектен шығып, таңертең ерте кетіп бара жатып, үлкен айналмалы отырғыштың қасындағы шашылған қағаз, бөтелкелерді жинастыра салмақшы болып бұрылған еді. Отырғыштың аяқ жағын қапталында бір қолға ұстайтын пакет көрінді. Пакетті ұстап көргенде, ішінде темекі қораптары толды екен. Пәтшағар, қымбат темекі қорабын әуес қып жинаушылар болды ғой, деп, ішін ашып қараса, жап-жасыл қаптаған доллар ақша. Жаман шал дірілдеп қоя берді. Бейне біреу бұны көріп қалып, ой оңбаған, онда не жұмысың бар деп айқайлардай. Екінші қорапты ашып көрсе, ол да ақша. Үшінші, төртінші, 20-шысы да бәрі сондай. Біреу қаржыны елеусіз етіп жолға алып шықты да, пойыз келерде алас күлесі ұмыттау. Мүмкін бизнесмен, мүмкін базарда саудамен айналысатын біреу. Қой, вокзал бастығына апарып берейін. Ақшасын жоғалтқан адам қайта айналып соғар. Жаман шал кері бұрылды. Вокзал бастығы келмепті. 1-2 сағаттай тапжылмай күтті. Бір кезде келді-ау. Неғып отырсыз, ақсақал, деді жас бастық шарқылдай амандасқай күйі. Сөйтті де хатшы қызға, тезірек Плавневті шақырыңыз, деп бұйрық берді. Қарағым, 1 минутқа кіріп шығайын, өзіңді тосып отыр едім, деді жаман шал есіктен басын сұғар-сұқпастан қарап. Кіріңіз. Есікті жабайын, деді жаман шал. Жоқ, жаппай айта беріңіз. Мына бір пакетті алып келдім. Іші толған көк қағаз ақша. Темекі қорабына салынған. Біреу ұмытып кетті-ау деймін. Жаман шал пакеттен бір қорапты шығара бастады. Әзілдеп тұрсыз ба? Жоқ, шыным, міне екіншісі тағы міне. Жас бастық мүлде жайраңдап орнынан тұрды. Сөйтті де басын шайқай таңқалғандай раймен күліп, қораптардағы долларды көрген соң қайтадан. Ақсақал, сіздің осы пәмелеңіз кім еді, деді. Қаржаубаевпын ғой. Жаман шал Қаржаубаев. Осы вокзал басын сыпырушымын. Өткенде өзіңе келіп құжатқа қол қойдырдым ғой. Сіз екенсіз ғой. Есіме түстіңіз. Түсіндім. Білем, ағай. Сізді мынау тіршілігіңіз нағыз азаматтық, тіпті адам семестік тірлік. Сіздей жандар қазір мүлде жоқ қой. Әркім өзін ғана ойлайды. Оның үстіне мынадай ақшаны тауып алып, есін іздестіру деген бұл заманда білмеймін. Мүлде жоқ қой. Осы кезде шақырған Плановик болар. Есіктен бір әйел кіре бергенде жас бастық. Сіз сәл тұра тұрыңыз, деді. Ана әйел есікті жауып шығып кетті. Бастық қайтадан жаманшылға бұрылды. Сіз мұны осында қалдырыңыз. Мен әрине есін тапқызамын. Сұрау саламыз, хабарландыру береміз. Ал сізді мынадай адалдық әрі зор адамгершілігіңіз үшін айлығыңызға сыйақы қосамыз. Бұл бір. Екінші, сізге ескертейін. Ақшаның есін біз іздейік. Бірақ ақшаны маған бергеніңіз туралы ешкімге тіс жармаңыз. Көп ақшаны екеуі бөліп алған деп менің атыма кіріп келеді. Немесе жалғыз басты сіздің өміріңізге де қауіп төндірушілер болуы мүмкін.
Келістік қой аға, деді бастық. Жаманшал басын изеді. Бұдан кейін Жаманшал вокзал бастығына әлденеше рет барды. Ондағысы иесі табылып, ақшасын берді ме, бермеді ме деп білу болатын. Бастықты ұстау қайдағы? Алдындағы хатшы қыз бірде бір рет бастықты бар не қазір болады деп қабылдаған емес. Сөйтіп жүргенде сол бастық өзгеріп кетті. Жаманшал көңіліне әлденеден кірбің алып қалды. Апырай, жүзі жылы, иманды жігіт сияқты еді. Шынымен сол ақшаны өзі алып кетпеді ме деп күдікке бойлады ойы. Жаманшал қызы Қатираға бұл оқиғаны бекерек айтты. Қызы әкесінің бұл жайлы естігенінде шашы жыла бастады. Тура шешесі жана өлгенде ойбайға басты. Ойбай-ау, әке-ау, оның не сенің, ойбай-ау, күйейін бе, пісейін бе? Қарызға белшесінен батып отырған қызыңды аямадың ба, тым болмаса? Қасиаққа кіріп бір балам жүр қашып, мына үйдегі қыз ол жүр несиесін төлей алмай. Құдайдың өзі жібергенін, өзің неге далаға шаштың? Әке-ау, бізге сол ақшаны әкеліп беру ойыңа келмеді ме? Сол ақшаны тастап кеткен адам табылса жақсы. Табылмай, вокзал бастығы өзі алып қойса ше. Ойбай әке-ау, осыншама адалдық саған заманда не керек деп дауыс көтеріп ойбайлап шылағанда, Жаманшал тұратын жатақхана тұрғындарының бәрі есіктерінен қарап мән-жайды сұрасты. Қызы оларға әкесінен оқиғасын айтып, айтыңдаршы, әкемдікі дұрыс па, әлде менікі дұрыс па, деді Қатира. Ақша тауып алады әкем, ал оны егесін іздеңдер деп вокзал бастығына апарып береді. Осылай дұрыс деп ойлайсыңдар ма, деді. Көп ақша емеген, әрине дұрыс деді біреу. Дұрыс емес, көмектесу керек қой қызына, немересіне көмектесу керек деді. Әй, қойыңдар шүтіге, сендер не білесіңдер, еш нәрсе білмейсіңдер. Мен білем, бұл әкей оларға көмектесіп, 2 бөлмелі пәтерін берген. Олармен бірге тұрғанда қызы мен күйеу баласы да қараған жоқ. Содан біздің ұжым осы жатақханадан бұл кісіге осы бөлмені алуға көмектескен. Ертең ол ақшаны егесі алса қуанып қалады. Әкеге рахмет айту керек дейді. Қатираның қақшаңдаған қызы Нұргүлге де Жаманшалдың ақша тауып алған жаңалығы жетті. Ол қыз бір киоскіде киімдер сататын. Киоскінің Нұргүлдің қолындағы тауарлардың көбірек қолды болатын сезіп, әрі қызметіне көңілі толмай жұмыстан шығарып жіберген. Жұмысы жүрген қызға әрине ақша керек. Ол мүмкін ата өтірік айтып ақшаның бәрін бермей үйінде алып қалған шығар. Мамам сене береді, тексеру керек, үйін тінтіп қарау керек, деді ішінен. Нағашы атасының жағдайын әшейінде бір сұрап білмеген қыз шешесінен жатақханада тұратын Жаманшал атасының мекен жайын сұрады. Бірақ қай бөлме екенін сұрамапты. Жаманшал Қаржаубаев нешінші бөлмеде деп сұрады. Жатақхана күзетшісі Нина Петровнадан. Сен кімі боласың, ол неге керек деп сұрады Нина Петровна. Тоқып отырған шұлығының білтешесін қасын қоя бірден рұқсат етпей. Мен немересі боламын, деді Нұргүл езуін қисаңдатып, сағызын шайнаған күйі. Нина Петровна неге екені белгісіз, мына қызға жақтырмай қарады. Қысқы жеңіл пальтосының ішін ашып тастай, әдейі саннан жоғары киген қысқа юбкасы ұнамады. Омырауының өте ашықтығына тіпті жыны келді. Қасы көзі тым қатты бадырайтып бояғаны ашуын келтірді. Сөйтті де қасарысып қалды. 2 бөлім. Жаманшал Қаржаубаев нешінші бөлмеде тұрады деп сұрады ол жатақхана күзетшісі Нина Петровнадан. Сен кімі боласың, ол неге керек деп сұрады Нина Петровна, тоқып отырған шұлығының білдекешін қасын қоя, бірден рұқсат етпей. Мен немересі боламын, деді Нұргүл езуін қисаңдатып, сағызын шайнаған күйі. Нина Петровна неге екені белгісіз, мына қызға жақтырмай қарады. Қысқа жеңіл пальтосының ішін ашып тастап, әдейі саннан жоғары киген қысқа юбкасы ұнамады. Омырауының өте ашықтығына тіпті жыны келді.
Қасы көзін тым қатты бадырайтып бояғаны ашуын келтірді. Сөйтті де қасарысып қалды. Сен де немерені менің 7 жылдан бері бірінші көруім. Немересі болсаң неге келмедің бұрын, деді қырсығып. Мүмкін Қаржаубаевтың атына келіп, оған бармай осы жатақханадан бір нәрсені жымқырып кеткелі жүрген шығарсың. Сендейлерді мен білемін, деді күзетші әйел. Хватит, отпускайте меня свою дедушку, деп Нұргүл ол да өзінше күзетші әйелді менсінбей дауыс көтеріп. Құжатынды көрсет ендеше, деді шынтуайттап, жатақханаға сырттан келушілерге қатысты барлық ережені сақтап, Нина Петровна да ерексіп. Қалтасында құжат салып жүретін Нұргүл ме? Ешқандай құжаты болмаған соң, амал жоқ езуін қисаңдатып, сағызын шайнаған күйі келген есікті тарс жапты. 2-3 күн өтті ме, өтпеді ме, Нұргүл тағы келді. Бұл жолы құжатын ала келіпті. Тағы да күзетші Нина Петровнаның ауысымына тап келді. Енді мына журналға қолыңды қоясың. Қанша уақытта келдің, соның уақытын көрсетесің. Осы уақыт бойынша сен жатақханадан шығуың керек. Шықпасаң біз айыппұл төлетеміз, деді Нина Петровна нығырлап ескертіп. Тіпті үкіметтің алдындағы күзетшілер сияқтысызды, жай ғана жатақханада, деді Нұргүл тағы да күңкілдеп, журналға қол қойып жатып. Қалай деп ойлайсың? Бізге осында тұрып жатқан адамдардың өмірі қымбат. Кім біледі? Ұрылар, кісі тонаушылар, адам өртеушілер қазір көп. Бұл жерде жай отырғанымыз жоқ. Сол үшін бізге ақы төлейді. Еңбегімізді адал атқару біздің міндет, деп Нина Петровна қол қойдырып алған соң, қайтадан шұлық тоқып отырған білтекешін қолына алды. Жаманшал есігін ішінен кілттеген емес, жай ғана есікті қаусыра салады. Ішке Нұргүл кіріп келгенде бірден кім екенін аңғарған жоқ. Бүркенген көрпесінен бетін ашып қарағанда бейтаныс қызды көрді. Бұл кім екен? Неге маған келді деп ойлағанша Нұргүл. Ата, мен Нұргүлмін, деді. Сен бе айналайын? Келе ғой, отыратын үстел қайда? Иә, отыра ғой, деп. Жаманшал көптен көрмеген жиен немересіне қалбалақтап, орнынан тұрғысы келген. Бірақ басы айналып, көзі бұлдырап тұра алмады. Ата, ауырып қалдың ба деп сұрар деп күтті, бірақ Нұргүл үндемеді. Ол аядай бөлмені көзбен шолып, мына қарияның тұрып жатқан жеріне жиіркеніп кетті. Кереуеттің астына қарады. Сондағы шамаданға көзі түсті. Дереу еңкейіп, шамаданның ішін қарай бастағанда, Жаманшал бұл немересінің келу себебін болжады. Онда еш нәрсе жоқ, ақша жоқ, деді жөтел. Қысты жөтелді. Ата, сен бізден жасырмашы ақшаны. Мен бәрібір тауып аламын. Сол вокзалдағы темір қорабына салынған ақшаның бәрін беріп жібердің бе? Мүмкін емес. Мен сенбеймін. Неге өтірік айтасың, деді Нұргүл. Қарағым-ай, мен шешеңе бәрін айттым ғой. Менде еш нәрсе жоқ. Дамыл беріңдер маған. Мазам болмай ауырып жатырмын. Мен сені көңілімді сұрап келген екен деп қалсам, баяғы сол ақшама бәріңнің көкейіңді тескен. Нұргүл Жаманшал жатқан төсектің астын қарағысы келді. Тұр ата, деді өктем дауыспен. Ойлады. Жамбасына басып жатыр ғой, мүмкін өтірік ауырып жатқан шығар деп. Тұруға Жаманшал ыңғайланған. Төсектің астын қарағысы келіп тұр. Қараса қарасын, маған дамыл берсе екен деген ішінен. Орнынан тұра алмады бірақ. Сол кезде Нұргүл Жаманшалды кереуеттегі жаймадан еденге тартып түсіргенде қария еденге құлап түсті. Оған қараған Нұргүл жоқ. Жеркенсе де төсектің астын үстін бәрін қарап шықты. Мұзда еденде жатқан атасына көзінде салған жоқ. Мен бәрібір табамын. Мүмкін емес. Сонша ақшадан еш нәрсе алып қалмау деген. Қане айт қазір, қайда ақша? Әйтпесе қазір басыңды жарамында өлтіремін, деді Нұргүл атасына. Егер маған немеремнің қолынан өлуді бұйыртса, оған да көнемін де. Өлтіре бер, деді ентігіп Жаманшал кеудесін одан сайын сырылдап. Айтпа маған немере деп. Немере дейтін болсан, сол ақшаны басқаға апарып бермес едің. Өтірік ауырып көлгірсіме. Бір жерге тықтың ғой.
Айт қане одан да. Нұргүл жұлынды. Ыдыс аяқтарын тұратын жеріне барып, бәрін тасырлатты. Жаман шалдың қысқы киімдерінің қалтасын қарады. Еденде сырылған көрпеден денесі тоңазыған жаман шал орнынан тұруға мүлде әл болмаған. Қатты жөтеле берді. Сол жедел қатыгез қыздың жанын одан сайын келтірді. Қара шәугімнің ішіндегі суымен қарияның басына бір қойдым. Болды, өтірік жөтелме. Айт одан да қайда ақша? Сол кезде есіктен Нина Петровна келе қалды. Нұргүлдің қолында темір қара шәугім. Еденде құлап жатқан жаман шал. Ах, сайқал, қанышер, мына таңды жерге құлатып тастап ұрып өлтірдің бе? Қазір ме сені? Нина Петровнаны өзі сасып қалды. Сөйте тұра, бәріңе шығыңдар бөлмеден, мұнда келіңдер деп дауысты байқайлады. Әр бөлмеден шыға келген адамдар еш нәрсе түсінбей, не болды Нина Петровна деп өре түре келді. Ана қызды ұстаңдар, тез, ешқайда жібермеңдер деді бар айтқаны. Нұргүл биік өкшелі етігімен тездетіп қашып кетпек болған. Ойынан түк шықпады. Қарсы бөлмеден еңгезердей бір жігіт Нина Петровнаның сөзінен кейін Нұргүлді тап жылтпай ұстап алды. Жатақхана тұрғындар үрпиісіп бір-біріне не болып жатыр деп сұрады. Полицияға ма, жоқ, жедел жәрдемге ме, қайсысына бірінші звондарын білмей, Нина Петровна абдырады. Ол кезде әркімнің қолында мобильный жоқ. Төменгі қабатта отыратын жердегі қалалық телефонға жүгірді. Жедел жәрдем жаман шал кеудесінде жаны бар, бірақ оны қаншалықты мерзімге жететінін айтпады. Ауруханаға алып кетті. Жатақханадан қарияны жалғыз жібермей қасына Төлен деген жігіт еріп кетті. Түннің бір уағында Төлен Нина Петровнаға телефон соқты. Нина Петровна, қандай жақсы адамнан біз айрылдық, деді ар жағынан хабарлап. Әке енді жоқ. Дәрігерлер барын жасады. Болмады, деді. Мына жақтан Нина Петровна жылап жүр. Жатақханадағы үлкен кіші тұратын тұрғындардың бәрі түгел түн ішінде хабарланды. Жалғыз басты болса да, айналасына өте қайырымды қарияның өліміне себепкер болған жеме немересі екенін білгенде, барлығы да тістеніп қалды. Менің ішім сезді. Сол қызды ішке жібермей, бірнеше рет қайтарғанмын. Екінші ретте құжатын түгел алып келіпті. Қайтемін енді, жібердім. Бірақ сол қыз немере болып бір келген емес қой. Және де атасына келген немере қолына сүт, айран, тағы басқа тағам түрлерін біреуін ұстап келмей ме? Бұл қыз өзінше аспан болып кеудесін кереді маған. Содан соң ішке жібергеннен кейін ой келді. Барып, не істеп жатыр екен, байқайыншы деп келсем, мына қыз мен түсінбейтін қазақ тілінде бір нәрсе айқайлап жатыр екен. Көрдіңдер ғой өздерін. Жаман шал жерде жатыр. Басы қанған болып. Welcome to my channel. Бұл қыз допрос жасап жатыр. Мұндай қанышер қызды кім туды? Ақылға сыйғыза алмаймын, деп Нина Петровна жатақханадағыларға болған істі баяндады. Әркімнің өлгенде де несібесі болады деген сөз расқа шықты. Қыстың көзі қырау демей, жаман шалдың жатақханадағы намазына жиналып, қаражат бергендер есепсіз еді. Жерленген соң, таяу маңдағы асхананың бірінде ас берілді, дұға оқылды. Осы кезде жеңіл машинадан әдемі киінген жас мырза түсіп, намаз оқып отырғандарға бұрылып, өзін таныстырды. Содан соң барып, мен Қаржаубаев қарияның өзіме тапсырған аманатын орындай алмаған азаматпын. Ол кісі бұдан 1 жыл бұрын вокзал басынан бір пакет ақша тауып әкеліп, иесіне тауып берерсің деп өзіме тапсырып еді. Қазіргі теңгемен 300 мың. Ақшаның есі шықпады, ізі де түзі де болмады. Қаржаубаев жаман шал қарияға уәде берген едім. Уәдем орындалмады. Ол кісіні қайта жүздестіруге қолым түспей, қызметім де ауысып, басқа облыста жүрдім. Енді сол ақсақалдың тұратын жерін, мекен жайын сұрастырып, тауып алған ақшасын өзіне әкелсем, бүгін жерленді. Асы беріліп жатыр дегенді естідім. Менің де мойнымда қарыз болмасын деп, төс қалтасынан көк бума долларды шытырлата шығарды. Намазды шығарып, асқа жиналған қауым тамсанып таң қалды.
Адалға адалды жолықтырған деп осыны айт. Азамат деп осыны айт. Жаман шалдың өз пейілі ғой, алдынан шығып отырған жарықтық. Дәл асына төп келіп отырғанын айтсайшы, дейгі. Ойпырмай, жаман шалдың өлген ұлы тіріліп келгенмен бірдей ғой бұл. Мына азаматты айтшы, бермей қайткенде қайтер еді. Жиналған көпшілік әр ұлт өкілдері, орыс, қаза, татар бар, ақылдасып шешім шығарды. Бұл қажыға марқұмның басына белгі қойылсын. Артында бас көтерер ешкім жоқ. Немересін қолынан қаза тауып отыр. Көп ұзамай, көптен шыға қаладағы мұсылмандар бейітінің шет жағында ай сәулелі жарқыраған ақ мәрмәрден бейіт тұрғызылды. Аты жөні тасқа ойылып жазылды. Жаман шал тіршілігіне елеусіз болғанмен, қайтыс болғаннан кейін есімін білетіндер көбейді. Өйткені 300 мың теңгені тауып алып, иесін іздестірген жаман шалдың биік адамгершілік тұлғасы оны ерекше танытты. Мына күмбез кімдікі деп бұрылғандар болса, білетіндер жаман шалдың сол қасиетін тілге тиек етеді. Адалдықтың да артында қалдыратын өшпес ізі болатын білмейтіндер білді. Ал қыздан туған жиен немересі Нұргүл Отарбаева өз іс қолымен істегеніне әрине өкінді. Жылады, сықтады. Бәрібір қолынан кісі өлімі болды. Сот 8 жыл бас бостандығынан айыруға үкім етті. Сот процесін бірде-бір қалдырмай, бәріне түгел қатысқан Нина Петровна Семенова бұл шешімге де риза болмай қайтты. Нина Петровнаның пікірі, бұл қанішер қыз. Басқа адамды қайтер еді, ақша үшін, ақылыма симайды. Өзінің туған атасын ұрып өлтірген нағыз қанішер қыз, бұл жаза аз деумен болды көпке дейін.